Ассалаумағалейкум достар, менің аты-жөнім Данияр Сұлтан, Fructus KZ Voice Records компаниясының негізін қалаушысымын. Алматының таңда әлі күн шықпай тұрып, біз бүгінгі Берекет каналының видеоблогын бастауды жөн санадық. Не себепті берекет? Себебі берекет сөзінің қазақша аудармасы барлық жақсылықтың бір ортаға тоғысқан жері. Бүгінгі менің алғашқы видеоблогымда менің өзімнің бизнестерім туралы сіздерге қысқаша баяндап өтемін. Fructus KZ Voice Records компанияларын қалай құрдым, оларды мен қалай дамыттым, алғашқы табысымды, алғашқы миллионымды қалай таптым деген сияқты өзімнің қысқаша өмір баяным туралы баяндап өтем. Осы видеоблогта қалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жерде ұзақ уақытқа қалуға болмайтынын түсініп, бір нәрсе жасау керек екенін шыны керек түсіндім. Алматы бойынша экзотикалық жеміс-жидектер мүлдем сатылмайды екен. Компанияның обороты, айтқанда айналымы 3 миллион теңгеге жуық құрайды. Түні бойы үріп шыққан нәлесінен кетпейді. Екі мың 11 жылы колледжді аяқтағаннан кейін барлық студенттер сияқты мен де арман қуып Алматы қаласына келдім. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына бағым жанып, грант бөлімін ұтып алғанда қатты қуанғаным есімде. Сол жерде мен жатақханада тұрдым. Шыны керек, Алматыда менің ешқандай танысым, бір туыстарым болған жоқ. Жатақханада бір 3 ай тұрғаннан уақыттан кейін мен бұл жерде ұзақ уақытқа қалуға болмайтынын түсініп, бір нәрсе жасау керек екенін шыны керек түсіндім. Сосын біз достарымызбен қосылып көптеген жұмыстар жасадық. Барахолкадан кеңсе бұйымдарын алып сатып жүрдік, ескі компьютерлерді алып сатып жүрдік. Одан кейін біз өзіміз мүлде білмейтін сала вулканизацияны арендаға алып, былай айтқан кезде сол салада жұмыс істеп, бір айдан кейін өзіміз қашып кеткен болатынбыз. Одан кейін мен өзімнің мамандығым бойынша, дыбыс режиссер мамандығы бойынша студия ашуды жөн көріп, сол кезден мен ақша жинап әйтеуір бір студия ашуға бел байладым. 2015 жылы мен әйтеуір тірнектеп, шәкіртақымнан әйтеуір қарызға алып, басқа туыстарымнан, ата-анамнан қарызға алып, студияға жұмыс істеуді бастап кеттім. Бастапқыда мен шыны керек кеңсеге төлейтін ақшам болмады. Сол себепті мен бір ағалармен қосылып, сол кісілердің жұмыстарын тегін орындап беріп, сол жерде тегін тұруға келістім. Кейіннен уақыт өте берді, бастапқыда менде ешқандай клиент болмады. Клиенттің шыны керек қалай шақыру жолдарын білмедім. Себебі ол кезде менде бизнес жайлы тіпті мүлдем білім де болмады, тәжірибе де болмады. Менде ең бірінші ойым мынадай болды. Бастапқыда ең бірінші менің студиядағы кеңсем Жұбанова Сайна көшесінде болды. Сол кездегі мен жарнама жасау үшін бүкіл Сайна көшесінің бойына барлық қағаздарды қойып, түні бойы іліп шыққан нәлесімен кетпейді. Содан кейін ертең сол жарнама парақшаларын қарасам, еш қайсысы қалмаған. Шын мәнінде бұл негізі көше бойында жарнама ілуге болмайтынын кейінірек ұқтым. Жарнаманың тағы да басқа мәселелерін қарастырып, автобустардың ішіне жарнама қоюға ден қоя бастадым. Бастапқыда маған автобустың ішіндегі жүргізушілер ол жарнаманы ілуге рұқсат бермеді. Кейіннен барып, жаңағыдай жол ақысы 80 теңге деген сияқты автобустың ішіне де пайдасы бар, өзіме де пайдасы бар, жарнама мәтінін жазып, соған іле бастадым. Жалпы клиент жетіспеушілік деген кезеңнен өтіп, келесі деңгейге өте бастадық. Әлеуметтік желілердің келуімен бізге шыны керек көптеген оңай жолдар ашыла бастады. Мен 2015 жылы бизнес әдебиетке қатты ден қойып, интернет-маркетинг және
SMM деген сияқты салаларға қатты ден құрып, көптеген бизнес курстарға, тренингтерге барып, былай айтқанда өзімнің білім деңгейімді, тәжірибемді арттыра бастадым. Солай біздің ең алғаш студиямыздың даму процесі жүруі осылай басталды. Қазір біздің студияда көптеген эстрада жұлдыздары да келді, көптеген біз жұмыстар жасадық, көптеген аудио кітаптардың дауыстарын жаздық, көптеген жарнама роликтердің дауыстарын жазып, былай айтқан кезде Алматы қаласындағы шын мәнінде дыбыс жазу студиясы жағынан топ бір 10 студияның қатарына кіреміз деп мен сеніммен қазір айта аламын. Соңғы жылдағы біздің 2017 жылдағы студияның обороты 15 миллион теңге болды. Жалпы жаңадан құрылғанына 2 жыл болған студияның айналымы менің ойымша өте керемет. Мен Fructus KZ компаниясын қалай аштым? 2017 жылдың шілде айы болатын. Үйде жатып, мен бір өзгеше, бір экзотикалық фрукты жегім келіп, шыны керек, интернет желісінен экзотикалық фрукты Алматы деген сөзді жазып іздеген болатын. Сол уақытта мен таңғалғаным, Алматы бойынша экзотикалық жеміс-жидектер мүлдем сатылмайды екен. Экзотикалық жеміс-жидектер дүкенін ашамын деп шешімге келдім да, мен бірден Алматы қаласынан поставщик іздеуге кірісіп кеттім. Сол арада біз қасымыздағы Әлбек деген менің дос баламыз екеуміз қосылып, бүкіл Алматының, айтқан кезде нарықтағы фрукты сататын, овощи сататын барлық дүкендерді, сатылатын орындарды, базарлардың бәрін аралап, мұндай экзотикалық жеміс-жидектер сататын, айтқанда нарықта ешқандай компания жоқ екеніне көз жеткіздік. Шыны керек, мен бұл осы Fructus KZ компаниясы құрардың алдында мен жалпы брендбукқа, жалпы осы компанияның дұрыс жүруіне көптеген уақыт арнадым. Әлеуметтік желілердегі аккаунттарына, айтқанда брендіне қатты аса көңіл бөлдім. Себебі бастапқыдан мен жалпы сапалы қызмет ұсынуды өзіме жөн деп санадым. Біз өзіміздің сайтымызды ашып, әлеуметтік желілер арқылы аккаунтымызды ашқаннан кейін алғашқы біздің сатылымдар басталып кетті. Шыны керек, бізде нарықта бұл саланы көп адамдар білмейтініне алдын ала хабардар болған едік. Дегенмен арада жарты жыл өткеннен кейін біз өзіміз кішігірім компаниямызды аяққа тұрғызып, қазіргі кезде өзінің алғашқы табыстарын алып келіп жатыр. Бастапқыда Fructus KZ компаниясын ашпас бұрын біздің ойымызша тек осындай қораптарда сыйлық ретінде берілетін болып есептелетін. Кейіннен біз компанияны ашып, алдыға жылжыса бастаған кезде бізде Қазақстанның жан-жақ өкілінен көтерме бағада беруді ұсынды. Одан кейін жаңағыдай сауда орталық, ойын-сауық орталықтарында мороженое сататын компаниялар біздің экзотикалық жемістерді алатындай болып келісті. Жалпы біз бастапқыда ойлағанымыздан да, айтқанда жолдар көптеген мүмкіндіктер туа бастады. Қазіргі кезде біз Алматының беделді ресторандармен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Оларға жаңағыдай экзотикалық жеміс-жидектер қажет болған жағдайда көтерме бағасымен біз ай сайын оларға жеткізіп тұрамыз. Fructus KZ компаниясының ашқандығына небәрі 6 ай болғанымен, біздің қазіргі кезде компанияның обороты, айтқанда айналымы 3 миллион теңгеге жуық құрайды. Жалпы алда көптеген Қазақстанның барлық өңірінде өзіміздің өкілеттігімізді, филиалдарымызды ашу, көптеген ресторандармен тығыз байланыста жұмыс жасау алда тұрған мақсатымыз. Қадірменді достар, мен күзетші болып жұмыс істеп жүргенде, даяшы болып жұмыс істеп жүргенде, өз бизнесіңді ашу деген ойыма кіріп шықпайтын. Кейін бертін келе өз бизнесімді ашып, оны дамытып, одан нәтижесін көре бастағанда, мен Қазақстанда бизнес ашуға өте үлкен мүмкіндік бар екенін түсіндім. Қазіргі кезде әлеуметтік желілердің біздің нарыққа кіруімен бизнес ашу бұрынғыдан қарағанда әлде қайыр жеңілірек болып қалды.
Осы берекет атты бизнес блогымызда біз көптеген адамдарды талқылап, өз саласында нәтижеге жеткен адамдармен сұхбат жүргізіп, мәселен 20 жасар кәсіпкердің айына миллион тауып жатқан сияқты адамдармен сұхбат өткізіп, сіздерге соның құралдарын көрсететін боламын. Бұл видеоблогта әлі алда бұйыртса талай қызықтар болады, сіздерге талай пайдалар болады, көптеген бизнесмендермен, жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерлермен сұхбат болып, сіздерге пайдасы болады деген сенімдемін. Ал достар, жоғарыда айтылған тақырыптар сізге қызықты болатын болса, Берекет каналына тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.